Демеушіміз болашақ командасы Астана қаласы жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Рахманберді Талғат Абайұлына демеушілік жасаған үшін алғысын айтады. Қазақ ұлттық университеті ұлттық құрама. Алматы қаласы Қазақ ұлттық университеті. Армысыздар достар, біз Астанаға бірнеше рет келсек те, сіздер біздің өнерлерімізді әлі толық білмейсіздер. Не бұл? Үрленіп тұрған шарды жіберіп қалсаң осылай болады ғой. Ал мен ТВ Бинго ойындағы дауыс салам. 59 құттықтаймыз. Ей, бір өнерден тек. Шыбынның даусы. Ал енді еркек шыбынның даусы. Болды. Мені жел соққан кездегі шырмауықтың даусын салам. Салса енді, жел соқсында. Тұрыңа. Ширек финал, құтты болсын! Не болып жатыр? Аға, бізде жайдарман, ширек финал, таңғалдыру керек. Шарма? Я. Айта бер, Баха. Аға, не істеп жатсыз? Ашпай сөйлесіп қойыппын ғой. Айта бер, Баха. Сенің атың кім? Нұрперзент. Үйіңде қанша ит бар? 2 ит бар. Сен санамағанда ше? Сенің атың кім? Дамир. Сен анау көзін ашып ұйықтайтын бала емессің бе? Е? Құлағың жауып демалып көрші ал. Сенің атың кім? Таеквондо. Ұнататын спорт түрің қандай? Абылайхан. Кешіріңіз аға. Кешіріңіз. Атың кім? Бокс. Уай, 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 уай. Уай, уай, уай. Байқап жүрсейші. Аға, қайда қарап тұрсыздар? Жаңа сен кетпедің. Сенің атың кім? Нурик. Арқам қытылдап берші. Аға, кесең шықтырылап берейін. Сенің атың кім? Рүстем. Шыңғысханның 500-ге жуық әйелі болған білесің бе? Иә. Сен қаншашыншысы болдың? Шыңғысхан, шай ішесің ба? Сенің атың кім? Аманжан? БДБ емессің бе? Е? БДБ болғанның қандай жаман жақтары бар? Жақсы жақтарын айта салайын бірінші. Жарайды. Жақсы жақтары, мысал басқа танымайтын жерге барсам, бірден танып қояды. О, БДБ-ге атыр дейді, басын дәу ғой себебі. Мақтанатындай жағдай екен. Жаман жақтары қандай? Жаман жақтарын айтатын болсам, Абайла басың ауып баратыр. Сендер кішкене шоу-бизнеске жақын отсыңдар шар жақтығылар. Сендер кішкене шоу-бизнеске жақынсыңдар ғой, мен сендерді бір нәрсе сұрайын деп едім. Шынымен ба Заттыбектің Зімай гангста деген өлең шығайын деп атқаны? Аға, сіз бізге кәдімдей кедергі болатсыз, мүмкін кетерсіз, ә? Анау жынды ма, құлағым жалап кетті ғой, бергелі! Достар, сонымен тамашалаймыз. Дүкенде болған келеңсіз оқиға. Маған бір нан, 2 килограмм картоп. Картоп складта осы жерден бере салайын. Әзіл. Сүт беріңші. Сүт қандай, айран ба? Тағы бір әзіл.
Маған бір қияр берсаңыз. Bir qiyar, Ажожа кәмпит бере беріңіз. kampit. Ажожа қияр бере беріңізші маған. Мүмкін qiyarның ішіне kampit сап берем. Әзілдер толып тұр, көрдің бе? Қанша менен жалпы? Ешқашан бұл өмірде байқап жүр. Ешқанша керек Тегін ба жоқ. кәдімгі? Тегін, барлығы тегін сіз үшін. Рахмет. Сау болыңыз. Саламатсыз ба? 5 минутқа шығып кетеді, не аласыз? Маған бір нан. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұлттық құрама банкет тойларға шықпаймыз. Қымбатты көрермендер, біздің фантазиямыз барлығын соңына дейін ойластырмаған киллер. Сен ба Абылай деген? Мен? Кешіріңіздер. Қылышты әкеп таста. Не болып жатыр мына жақта? Қымбатты көрермендер, барлық қорқынышты киноларда болатын жағдай біздің көзімізбен. Абылай аналар жақындап келе жатыр. Біздің тапаншамызда екі-ақ оқ қалды. Мен оларға жем болғым келмейді. Мүмкін бір-бірімізді атамыз. Мә, онда ат өзіңді. Мен өзімді ата алмаймын. Онда мен сен бірінші атам, сен мен екінші атасың. Мә, енді. Қымбатты көрермендер, ойын соңында біз сіздерге қарапайым сөздер айтып құлақтарыңызды ауыртқымыз келмейді. Жай отырып тыңдаңыздар. Бұл ұлттық арна, көгілдір экран, қызыққа толы таңғажайып жайдарман. Көтеріңкі көңіл кезеңі, қайта келмес армандардың мекені. Ол жайдарман. Шығыс, батыс, солтүстік, орталық, оңтүстікті. Шынайы достық баурады көңілді. Астана, жайдарман. Ұлттық құрама, арнайы Алматыдан. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұлттық құрама. Және соңғы көрініс. Ортада ұлттық құрама Қазақ ұлттық университетінің құрамасы. Қымбат достар, оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Ол әрине дұрыс. Ал қазіргі студенттер білімнен гөрі демалыста қатырек аңсайтын сияқты. Сонымен демалысқа шыққан 3 дос байқаусызда көліктері сынып қалып, белгісіз бір аралда адасып кетіпті. Мұнан қара үй, есігін тоқылдатып көрейік. Есік ашық екен. Кім бар бұнда? Anybody here? Қойшы. Бекзат қайда? Бекзат ана жақта. Мә, ішіне от алмайтын болды. Одан кейін біреу біздің рөлімізді ұрлап кетті, барып қайтарып алғансың ғой. Не күлесің? Бұның бәріне сен кінәлісің. Қалай мен кінәлімін? Сен ғой оңға бұрылып кеткен. Ояқта оңға бұрылатын жер болған да жоқ. Оңға бұрылатын жер болған жоқ, ал сен бұрылдың оңға. Кешіріңдерші. Жарайды, енді көлік жүрмей түнейтін жер керек. Мына үйге түней салайық. Бірақ бұл кімнің үйі екен? Мен білем бұл кімнің үйі екен. Бұл құлағының шет-шетінен екі дәу темір шығып тұратын. Ешқашан тас жек көрмеген әйелдің үйі. Саңырауқұлақты бекер жедім. Жарайды, үйдің ішін ақтарып шығайық, мүмкін бір нәрсе тауып алармыз. Сен барып көмек сұрап қайт. Мен барып көмек сұрап қайтайын. Сен барып көмек сұрап қайт. Мынаны қара. Кітап. Кинодағыдай кетіп отыр ғой аяқтың бәрі. Әкемдеші. Әкелші. Ішіндегін оқиық. Revertatur sinis ad fontem aquarum viventum et fetar et germit. Не істеватсың? Ойнатып жатырмын, оқи бер. Арборен вита петририано мина. Айттым ғой кинодағыдай бер. Не істейміз? Уайымдама, мен білем не істеу керектігін. Уайымда, мен білмеймін не істеу керектігін. Кімсіңдер?
Кешіріңіз, біздің көлігіміз сым қалып еді, түнейтін жер жоқ, осында түней салайық деп едік. Мен осы үйдің иесімін. Bir күнге 5000 теңге. 5000. Аз ғой. Онда 10000 теңге. 10 000 солда сөз болып па? Онда 15000 теңге. Қойшы болды. Мәніз 10 000 теңге, ертең таңертең шығып кетеміз. Таңертең қызым келіп кілт алып кетеді. Орамалдырайын жерде тұр. Мынау бір түрлі екен. Шынымен біреуге қоңырау шалып хабарласайық. Қалай қоңырау шаласың, ұялы телефоның болмаса бар екен. 101 кімнің нөмірі? Өрт сөндірушілер. 102 полиция. 103 жедел жәрдем. 104 газ. 105 білмеймін. Соларға звондай. Саламатсыздар ма? Сіздерді орман қорғаушылар тыңдап тұр. Егер сізді қасқыр жеп қойса, онда бірді басыңыз. Егер сізді арыстан жеп қойса, онда екіні басыңыз. Егер сізді жеп қойған қасқырды арыстан жеп қойса, онда 3-ті басыңыз. Бұлар бізге көмектеспейді. 3-ті баспады па? Не істесіңдер? Не олған саған? Ана жақта арыстан мен қасқыр кәнде быт-шытты үйлесіп жатыр. Сенің үстіңе не болды? Екеуін ажыратайын дедім. Аманжан, оян. Мынан қара, қалтасында ұялы телефон бар. Оятпайсың ба? Аманжан, тұр. Аманжан, су берші, су. Су, мә, су. Аманжан, тұр. Аманжан, тұр деймін. Олай емес. Былай. Аманжан, тұр. Анауын көрсетсей? Маған. Аманжан, тұр. Жай ұрш, көп сөйлемеші. Аманжан. Аманжан, тұр. Берге бер. Кімсің? Кілтап кетейін дедім. Сен сонда кімсің? Қызым алып кетеді деді ғой. Мен ғой қызы. Мамаң айтты ғой, қызым таңертең келеді деп. Жарайды, кілтті берсеңдер. Таң атқан жоқ қой әлі? Жарайды, кілтті қашан бересіңдер? Бірінші таң атсын, одан кейін береміз кілтті. Мақұл, кілтті бересің. Жоғал барар. Мамам сендерге бір нәрсе беріп жеттім ау. Бор? Не қыламыз біз борды? Керек болады. Барған сайын қорқып баратырмын. Қалай болса да қазір көмек тауып келем. Тез көмектесем осында бол. Мен де бар көмек іздеп келейін, абылай. Тез келіңдер, Тез келіңдер. Бор. Қалайсыңдар? Саламатсыз ба, не аласыз? Нан. Өкінішке орай нан біт қатты, сау болыңыз. Айтпақшы, ғылым таппай, мақтанбай жүріңіздер. Не? Білмеймін, тақырып па бір нәрсе, жақсы. Бекзат, біз аға тауып алдық, көлігі бар, қалаға дейін жетіп алайық. Кет. Жүр тез. Абылай, мен аяқта қонғым келмейді. Қымбатты көрермендер, біз неге бұндай көрініс көрсеттік? Қазіргі заманда досың қандай жағдайда болмасын, жанында болған дұрыс. Себебі шынайы достар азайып бара жатқан секілді. Түйін, сіздермен болған сіздердің шынайы достарыңыз ұлттық құрама.